Söz депутат Иса Қазбек Жарылқасынына беріледі. Рахмет, құрметті төраға. Ақ жолдың сауалы премьер мен ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасына. Негізі біздің сауалымыз басқа еді, бірақ бүгін парламентте талайдан көтеріліп келе жатқан мынау дін жайлы өте маңызды тақырыпта сөйлесем деп отырмын. Құрметті әріптестер, діни радикализмге заңмен қатаң тыйым салатын кез жетті. Өйткені олар ұлтымызды жою күресін қатты қарқынмен жалғастырып келеді. Ақ жол партиясы талай жылдан бері діни теріс ағымдарға тосқауыл қою үшін заң қабылдауды ұсынып келеді. Өйткені зайырлы мемлекет құру алаштықтар айқындаған жол. 2011 жылы бұл мәселені билікте қолға алып, барлық министрлік, бас прокуратура, жоғары сотта қолдаған кезде кім қарсы болды? Тек ұлттық қауіпсіздік комитеті қарсы шығып, осы тыйым салатын заңға енбей қалды осы бап. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өткізген конференцияда мен радикализмге қарсы заңға қарсы шыққан тек сіздер. Арамшөптің тамырын жоймаса, бетін қалқып шаққан болып көрінсе, ол қайта қаулап өсе береді. Сіздер елді осылай алдап жатсыздар деп ашық айттым. Ал Қазақ үні газетінде ұлттық қауіпсіздік комитеті ұлтқа қауіпті комитетте деген мақалада жазған. Ендігі сол күдігіміз кешегі қаңтар қасіретінде расқа айналды. Ал 2019 жылда дін заңына өзгерістер енгізілмек болып, біз Қазақ үні газетінде діни басқарманың өзімен бірлесіп осы мәселені көтердік. Бірақ сол кездің өзінде де солқылдақ билігіміз осы заңды қабылдамай қойды. Егер сол заңдар қабылданған кезде, содан кейін болған кешегі қаңтардың қанды қасабына айналған небір қайғылы оқиғалар бір ұлтты діни теріс ағымдар арқылы екіге бөлу қасіреті болмас еді. Кезінде академик Рахманқұл Бердібай қазақ үнінде жазған Хазария қасіретін ұмытпайық. 7-10 ғасырларда өмір сүрген, еліне ең көп діни ағымдарды кіргізген, көп дінді, көп тілді ел, билеушілерінен бастап, саудагерлеріне дейін өзге тілде сөйлеген Хазариядай түркі мемлекеті қазір қайда? Жоқ, картада да жоқ, жойылып кеткен. Біздің ел бұдан сабақ ала ма, жоқ па? Тағы кімді күтіп отырмыз, кімнің көңіліне қарап? Діні барда ұлты жоқ, сақалы барда жұрты жоқ, ел түбіне сол жетер деп бір ғасыр бұрын жазған Мәшһүр Жүсіп әулие шынында да көреген екен. Мен осы жасымда кешеге дейін мұрты жоқ сақалыларды көрген емеспін. Мұрты жоқ, сақалы сапсиған хан Абылайды, Әйтеке Төле Қазыбек биді, Ер Махамбет, ұлы Абай Жамбыл Әлихандарды елестете аламыз ба, әріптестер? Жоқ. Ал қазір шетелге барып, күмәнді оқу орындарында бірнеше ай оқып келіп, желіде желпініп дәріс айтатын, теріс уағыз айтатын ұстаздар осы ұлыларымыздан артық білімі асып, ақылы тасып келгендер ме? Қазір ән әлемінде, айтыста, спортта тайраңдап жүрген жат ағым өкілдері әріптестерін, әншер жанкүйерлерін өз салттарына кіргізіп жатыр. Яғни мұндай жердің бәріне, мұндай ағымның бәріне діни теріс ағымдар өте көп, бәріне тыйым салуымыз керек. Өткен 30 жылда теріс саясат қазақтың нұр деген жалынды сөзін жағымсыз сөзге айналдырса, теріс діни ағымдар тіпті ең қымбат ана деген аяулатпен қатар аталатын, шеше деген қастерлі атауға қара күйе жағып, ұстаз деген ұғымның мәнін құртты. Діни теріс ағымдағылар елді екіге бөліп, мылтықсыз-ақ мыңдаған жастарымызды қазақтың қатарынан шығарып қана қоймай, ұлтты жою үшін елге қарсы қауіпті күштерге айналдырып жатыр. Дінге, тілге, жерге қарсы елбізар теріс ағымдардың бәріне заңмен тосқауыл қоюға тиіспіз. Ел үшін ең қымбат ұлтқа, адам үшін ең аяулы әке-шешеге, қазаққа ең адал домбыраға қарсы қарам пиғылдағылардың еркін тарап жатқан
еліміздің қауіпті вирусына заңмен тосқауыл қоятын кез жетті. Микрофон, депутат Исаның микрофонын қосыңыздар. Ұлттық мүддемізбен дәстүрімізге, ел бірлігіне балта шабатын, мемлекетке тағы да қауіп төндіріп жатқан діни теріс ағымдарға заңмен қатаң тыйым салу қажет. Бұдан кейін кеш болады. Құрметпен Ақ Жол фракциясының мүшелері, рахмет.